Ақмола облысында кей шаруалар шабындық және жайылымдық жерден қиындық көріп отыр. Оған себеп ұсақ фермалардың иелігінде арнайы жайылымның жоқтығы. Болса да аумағы тар. Мәселен, Зеренді ауданына қарасты Қарашілік ауылының тұрғыны Бейсенбек Зинатбек осыдан 10 жыл бұрын аспан асты елінен атамекенге қоныс аударып, содан бері мал шаруашылығымен айналысып келеді. Қазір 60 шақты ірі қарасы бар, ал мал басын одан әрі көбейтуге өзіне тиесілі жердің жоқтығы қолбайлау болып отыр екен. Жайылымдық жер берсе, жазда малға жайылысқа жақсы болар еді. Айнала толған егін, жазда егінге түсті, айғай шу болып жатады. Мынау қыста көрімге жайылымдық жер, шабындық жер мәселесі қиындау. Сол осы елдің арқасында біраз аз малға жиып аласыз. Көп мал қиындау болып тұр. Ары қарай өсіруге. Сол басты жер мәселесі шешілсе деп ойлаймын, сол жақсы болар еді. Шаруа өз жағдайын айтып, аудандық әкімдікке де барған екен. Өкінішке орай, ол тұратын Қарашілік ауылының маңайынан бос жер болмай шығыпты. Дегенмен жергілікті биліктегілер оған көрші ауылдың аумағынан жер телімін береміз деп сендірген. Бірақ онда да сол елді мекен тұрғындарының келісімімен ғана. Халықпен бір мәмілеге келген соң, шаруа ол жерді ұнатып жатса, оған алдағы наурыз және сәуір айларында өтетін конкурсқа қатысу қажет.